Жымық. Детектив хикая. Авторы Алдажар Әбілов. Капитан Мұқан Расылтегінің кезекті еңбек демалысынан келген күні болатын. Қалалық ішкі істер басқармасы ғана емес, облыстық ішкі істер департаменті бойынша да 9 айдың қорытындысымен тергеушілер арасында үздік атанып, демалысқа мүмкіндік алғанды. Алматының күзгі табиғатын 20 күннен аса тамашалау ерекше жігерлендіріп, бойына қуат құйғандай болды. Сол қалыптағы көңіл күйді бастықтың шақыртуы бұзды. Тағы да сапырылысқан тірлік, мазасыз күндер, ұйқысыз түндер басталды деп ойлады іштей. Оперативтік жиналыс бұрынғы тәртіптен өзгеше жүрді. Бұрын алдымен ауыр қылмыстарға қатысты шаруалардан басталып, соңы майда бұзақылыққа қатысты істер туралы болатын. Бұл жолы бастық әуелі көше төбелесі, балағаттау, ұрлық және тағы басқа сол сияқты істерге қатысты шаруаны қорытып, бағыт берді де әңгіме бағытын кісі өліміне бұрды. Мұны Мұқан Алматыда жүргенде естіген. Телефонмен хабарласқанда әріптестер болған жағдайды айтып, өз-өзіне қол жұмсау деген еді. Мұның санасында бастық неге бұған мән беріп отыр, самоубийство болса істі қысқарта салмай ма деген ой бой көтере берген. Сол еді бастықтың дауысы қалыпқа келді. Мына Абай ауылының қалаға кіргені бізге бөлек салмақ болды. Жігіттер, естіген боларсыңдар, әлеуметтік желі шулап жатыр. Министрден бастап барлық басшылықтың көз құлағы біз жақта. Облыс әкімінің де, обл прокурор мен ДВД бастығының да бақылауында тұр бұл іс. Тұяқов өзін өзі атып алды деп қорытынды жасадық. Қос ауыз мылтықтағы саусақ таңбалары соныкі боп шықты. Барлығы нақтыланған сияқты еді. Тұяқовтың әке-шешесі мәселені қайта қозғап отыр. Олар біреулерден баласын Әбдіханов Ғабит атып өлтірді деп естіпті. Міне, бұл әңгіме қайдан шықты? Неге басқа емес Әбдіханов есім аталады? Мұны біреулер әдейі істеп отыр ма? Осының барлығын анықтауымыз керек. Іс қайта қозғалды. Мұны Расылтегі саған тапсырған дұрыс болар. Полковник мырза, мен бүгін ғана... білем. Бүгін қосылдың жұмысқа. Қалған тергеушілердің бітпей жатқан талай ісі бар. Сен отпускаға кетерде бәрін бітіріп, тазалап кеттің. Оның үстіне тәжірибең, қыватқан жетеді. Бұл ДВД басшыларымен келісіп шешілген. Әуелі сондағы важняктарға береміз бе дегенбіз. ДВД бастығының зампас следствиесі сені қолай көрді. Осымен бітті. Іспен танысуға бір күн уақыт. Құп болады. Кабинетіне келе Мұқан іспен таныса бастады. Барлығы да дұрыс. Жігіттер тәптіштеп ақ түсірген екен қағазға. Мұқияттылық көрініп ақ тұр. Кенет тергеушінің санасында бір күдікті ой қылаң берді. Ау, мұнысы несі? Кісі оқ тиіп өліп жатса, ол жерге біраз қан таму керек емес пе? Тек шөпке жұққан, қан жұқанасы туралы жазылған, басқа әңгіме жоқ. Тоқта. Апырай, өзі мылтықты кеудесіне тақап атып жібергенде, қалай? Ол сонда шалқасынан жатыр? Осындағы мәйіттің жадысы дұрыс емес сияқты ғой. Егер өзі жиналып тұрған шөпке арқасын тіреп отырса, тоқта. Мына жер 16-шы калибрлы қосыңғылы мылтық. Так. Шүріппеде марқұмның сұқ саусағының таңбасы. Немене? Неге сұқ саусақ? Өз кеудесіне мылтық тақаған жағдайда оның сұқ саусағы шүріппеге қалай жеткен? Керісінше бас бармақтың ізі қалу керек еді ғой. Мынаның құқайы шыға бастады ғой. Әңгіме шу тегінен шықпаған болды сонда. Әлде біздің ішімізде басшылардың арасында істің осылай бұрылуына мүдделілер болды ма екен? Мүмкін, бәрі де мүмкін. Байқау керек. Қазір жау тауып алу дегенің шемішкі шаққанымен бірдей боп қалды ғой. Бастықпен ақылдасып көрген дұрыс болар. Не болса да, алдын ала дабыра қылмаған дұрыс шығар. Жұмыс соңына қарай бастықпен оңаша пікірлескен Мұқан өз бағытының дұрыс екеніне іштей риза болды. Бұл ойындағы күдігін айта бастағаннан ұзақ жылдар тергеу саласында қызмет атқарған басқарма бастығының қабағы түйіле түсті. Шылым шоғына қарап біраз отырды. Шамасы ой қорытса керек, содан кейін барып шешімін айтты. Расылтегі, бағытың дұрыс. Менің зампас следствием сол кезде, оқиға болған кезде айтам.
Тым зырылдап кеткен. Байқа, маған айтқаныңды басқа ешкім естімесін. Әркім сұрауы мүмкін, қашыртпа жауап берерсің. Тек маған баяндап отыр. Іс жағдайы соны қажет етеді. Бастықтармен, прокуратурамен өзім сөйлесем. Ол жақта да әділдік үшін күресер жігіттер аз емес, бірақ подлецтер де жеткілікті. Уақыт солай боп тұр ғой. Ал енді Абай ауылымен қалай жұмыс жасамақсың? Астыртын байланысқан дұрыс сияқты, полковник мырза. Өткен жылғы қылмысты ашқанымыздай, артист болуға тура келетін сияқты. Түрлі киімдер, грим, сақал мұрт барлығы бар ғой. Қасыма кімді аларымды білмей отырмын. Ешкімді де. Тек өзің. Жеке әрекет етесің. Бұл істе абайлау керек. Анадай қылмысқа барған адамдардың ешкімді аямасы анық. Жұмысты қайдан бастайсың? Балық саудасымен айналысатын таныс жігіттермен келісіп қойдым. Олар ылғи жаңа базар маңында нөмірі 6 емхананың қарсысына таблетка вазбен барып балық сатады. Оларға отпускыдамын, ақша керек боп тұр, сендерге көмек берейін дедім. Сол жерге балық тиелген машинаны әкеледі де өз шаруаларына кетеді. Мен болса сата берем. Ол неге керек болады? Полковник мырза, ол жерде тек балық сатпайды. Абай, Қарауылтөбе ауылдарынан келген әйелдер сүт, қатық, қымыз, құрт, ірімшік сатып отырады. Соларды тыңдасам дегенім ғой. Дұрыс. Әртіс боласың енді. Түріңді өзгерт. Ана жігіттерге жұрт танып қалса күледі ғой. Сосын осылай істеймін деп ескертерсің. Иә, оларға тура солай деймін. Барлығын ескерткенмін. Онда іске сәт. Бұл ерте келді. Жігіттер де уәдеде тұрып, таблетка вазды бұрынғы орындарына ерте қаңтарды. Абай Қарауылтөбе бағытынан осында таңғы 7-дегі автобуспен келген болар. 10-15 минуттан соң әйелдер де орналаса бастады. Әуелі бұған сенімсіздікпен қараса, сәлден соң мұрты қиылған әдемше жігіттің әңгімешілдігі ұнаған әйелдер бұрыннан таныс жандай іш тарта бастады. Осы кезде жасы 40-қа таяған әдемше әйел келіп қосылды бұларға. Мұқанның байқауынша осы қалада тұратын, бірақ жақын ауылдардан келген сүт, айран қатықты сататын тәрізді. Мінезі ашық, адуындау келген ақсары әйел орыс мектебін бітірген болу керек. «Привет» деп сәлемдесті де, орысша қазақшаны араластыра әңгімеге кірісті. Ақ кепканың күн қағарын баса киген әйел, ол отырар-отырмастан сөзге тартты. «Света? Ау, Света, біраз канистр келді ғой. Дұрыс өлшеп алдың ба? Әйтпесе ана Аманның қатыны нағыз жұмыртқадан жүн қырқатынның өзі ғой. Су қосып жібермеп пе? Оны да байқау керек». «Окей, қылдым тәте. Тотыраз өзің білесің ғой, үйіңе барып, вайна жасап қайттым ғой, ыдыстарын бетіне лақтырып. Арыз жазып соттатып жіберемін дедім. Пәленбай адам сенің сүтіңнен отравление болып инфекционныйда жатыр деп едім. Сорлы еңіреп жылап жіберді». Отырғандар ду күлді. Бәрі де сауап болған халық олай алдауға болмайды десіп жатты. Әлі көшеде адам аз. Сатып алушылар 9-дан өте келеді. Оған дейін біраз мәлімет ала алсам жақсы болар еді деп ойлады Мұқан. Оның осы ойын күткендей Света әңгіме бағытын бұған бұрды. «Ей, красавчик, откуда? Бұрын бұл жақта горизонтта жоқ едің ғой. Нең бар? Жайың отыра алмайсың ба?» Болат балықшының інісі екен. «Красавчик, женатыйсың ба әлде? Ой, сендей жігіттер бос болатын беді. Ту, Света, сенің еркек көрсең бітті, буының босап қоя береді осы. Ну и что? Әйелміз. Көріксіз емеспіз. Любовь деген болады, Татешка. Ой, сөзің құрсын сенің. 40-қа келгенде не қылған адасып жүрген любовь сенде. Настоящий любовь 40-та келеді екен, тәте. Ту, мынада қайт жоқ екен ғой. Әй, сол любовь дегенің талайдың басын жұтып жатқан жоқ па? Тәте, саспа. Вся жизнь впереди. Алла Пугачева дегенің 70-сінде де любовь болып жатыр. Осы кезде Мұқан әңгімені қажетті арнаға бұру керектігін түсінді. Апам дұрыс айтады, сол махаббат деген баян сұлудың да, қыз жібектің де қасіретіне айналып, қозымен төлеген өлген жоқ па? Қазақстанның өзінде қазір қаншама адам атысып, шабысып, бірін-бірі өлтіріп жатыр, атып тастап жатыр. Менің бір досым айтқандай, махаббат апасына для жизни болып тұр ғой. Света бойын тіктеп, бір-екі қимыл жасады да аналарға бұрылды. «Оу, Абай, Қарауылтөбе, атыс демекші, анадағы атыстарың не болды?» «Кімді кім атты, әлде өзін өзі атты ма, түсінбей ақ қалдық қой. Тіпті непонятка». Сәл
үнсіздік орнады. Әйелдер төңіректі бір шолып алды да, жақын тұста адам қарасы көрінбегесін, сөз шүйкесін соза түсті. Әңгіме тізгінін қолына алған кексе әйел сөзді әріден бастады. Не шықса да, ана Ғабит сұмырайдан шығады. Қанын ішіне тартып, сұп-сұр болады да жүреді. Ал марқұм жетес дегендер тұқыммен дәуір адамдар ғой. Әкесі Сәмит Тияқов, ағай, өмір бойы мектепте мұғалім директор болды. Қыздар қандай, сызған қағаздай. Бір өнегелі семья еді. Мына бір қатын, әлгі марқұмның қатынын айтам. Сол келді де осы үйдің берекетін алды ғой. Сен не айтып отырсың, а? Ал ол біздің алыстау болса да нағашы сіңілі емес. Оның кімнен, несі қай жері кем? Қайта байы аузынан су ағып жүрген түсірімсіз емес пе? Сосын жан-жағына қарайды да. Бақпасаң мал кетеді, қарамасаң қатын кетеді демей ме бұрынғылар? Ол мақал қатыныңның құлы болды деген сөз емес. Сол сіңлің мектепте жүргенде-ақ елге белгілі болды емес пе? Беті жылтырап, кеудесін керіп, көрінген еркекке көзін сүзіп, алдын басса арты, артын басса алды ашық жүрген әуейі еді ғой. Қайта мына қасқа тап бола кетіп, біраз абыройын жапты. Ей, қатындар, хватит, тоқтағыңдар. Непонятка болып кетті ғой, давай, по порядку. Не? Порядкасын сұрайсың, Света. Әлгі өлген жігіттің қатыны бет біткеннің ажарлысы болғаны құрс күнінен бұрандасы босап кеткен. Тоқта, не бұранда ол? Босап кеткен нес? Ой, бай-ай, сен қатында құрттың ау, тым жақсы әңгімені бұзып. Не қазақ емессің, не орыс емессің? Татешка, давай не оскорбляй. Почему қазақ емессің? Қазақпын. Енді құрш әрі. Жүргішті не дейтін еді әлгі? Мынаған түсіндіріңдірші. Келесі әйел өзінше түсіндіріп жатыр. Гүләши деген ғой. Да, слабый передок па? Ондайлар бар енді. Дальше. Бәле сол қатыннан басталып тұр. Жетес марқымның көзін ала бере, ана сұмырай Ғабитті айтам. Әлгі сұқсырға бара қалмай ма? Сүйіс-пүйіс істі енді бастайын деп жатқанда жетес үстеріне түскен көрінеді. Тұйықтығы болмаса нағыз қара күштің есі ғой ол. Қатынды да, ананы да өлтіре сабайды. Айқай-шуды әкесі естіп арашалап алады. Әйтпесе екеуінде капут қыла жаздаған ғой. Қатынды қуып жерген сосын, ана сұмпайы бүкіл ауылды, ақсақал, қарасақалды салып, кешірім сұрады ғой Тияқовтардан. Содан кейін 2 ай өткесін ана сұмпайы бар. Тағы да Ерлан, Қабылан дегендер бар, жетесті ертіп киікке шығыпты. Содан сорлы бала өлі келді ғой. Онда да мал қарап жүрген балалар көріп хабар беріпті. Да, дела. Ей, сен қатын көзін көрді ме? Ол қоян атып жүріп, байқаусызда өзі жазым болған жоқ па? Бүкіл ел милиция солай деген жоқ па? Милицияң не бітірсін? Мына Ғабиттің ол жақта құдасы бар екен, бір шишка дейді. Сол көмектесіп жауыпты ғой. Оны қайдан білдің? Ал, білдім. Сонда бәрін саған айтуым керек пе? Сондай-ақ сен кімсің? Сотсың ба, әлде прокурорсың ба? Одан да нағашы сіңліңнің жайын ойламайсың ба? Сатып алушылар келе бастады. Әңгіме бағыты басқа жаққа бұрылды. Келіскендей түс кезінде Болаттар да жетті. Бұл оларға сатылған балықпен түскен ақшаның есебін беріп, жөніне кетті. Тергеуші бастық жіберген арнайы жабық машинада келе жатып та, көлік үстінде киімдерін ауыстыру кезінде де ой үстінде еді. Ол жаңа бір ізге түскенін сезді. Манаға елдің айтқаны шын болса, ойпырая, не деген сұмдық, адам баласы жауыз болып бара ма? Ойланбайтын болғаны ма сонда? Кегалы ғой шамасы. Ойпырмая, жауыз әй. Қарауыл төбемен Абайды күріш сатып алушы болып 2 күн аралаған, ешқандай нәтиже бермеді. Мұқан барлығын бастыққа баяндады. Бастық ой үстінде бір мезет ойына бірдеме түскендей, бұған қарай айналмалы креслосымен еңсеріле бұрылды. Капитан, жүнжіме. Менің бір танысым Тараздан осында сатылатын қара күріш іздеп келіпті, өзі ақтап алам дейді, және бір вагондай алмақ. Сен соны ертіп апар, күріш сататындармен кездестір. Сөйтіп ол жақты тағы бір байқап көр. Кім біліпті, сәтін салайын десе, сөйтенді. Ол жақтан келгесін маған жолғарсың. Ол орнынан тұра бергенде есік ашылып, бастықтың тергеу жөніндегі орынбасары майор Қапаев енді. Есіктен кіре сөйлеп келеді. Кешіріңіз, бастық мырза. Мына бір қағазға срочно сіздің подписіңіз керек болғаны. Ол бір парақ қағазды бастыққа ұсынды да, бұған қарап: «Ау, Мұқан мырза, сен звезда болып кеттің ғой тіпті. Көрмейміз жұмыста. Қайда жүргеніңді ешкім білмейді. Бұл қалай?
Бұл аузын ашам дегенше бастық жауап берді. Капитан өткендегі іспен жүр, мазаламаңдар. Сол самоубийство деген дұрыс сияқты. Ешқандай еш жоқ. Жаппар, сен де бұған көмектес. Қазір қысқарта салсақ, ертең полиция іздеген жоқ деп шығады жұрт. Сондықтан уақыт созып отырмыз. Сондай-ақ сабылып іздеген болып та көрінуіміз керек. Әйтпесе болмайды. Түсінің бе мені? Дәл солай, полковник мырза. Әрине, ол самоубийство ғой. Мен мына капитан босқа жүр ғой десем, үлкен саясат бар екен ғой. Түсіндім. Дұрыс. Әй, капитан, жарайсың. Тымпиып, түк сездірмейсің ғой. Маладес. Тісіңнен шықпасын. Бұл менің тапсырмамен жұмыс жасауда. Істің түпкі бағыты белгілі ғой. Соған барлық жағынан балталаса да бұзылмайтындай ғып подгон жасауымыз керек. Жүрген тұрған жерінің бәрін хаттамаға түсіріп дегендей. Ұқтым, бастық мырза. Ал капитан көмегім керек болса, мен дайынмын. Ну и дает. Тіпті сездірмейді. Жұрттың бәрі штирлиц болып кеткен бе? Немен өзі? Майордың түрі манағы келгендегідей түнеріңкі емес, жайнап кеткен манағы тығыз қағаз дегенде ұмытып кеткендей. Ол шығып кетті. Бастық, байқадың ба дегенде иек қақты. Бұл байқағанын сездіріп басын изеді. Бастықтың танысы жеңіл көлікке отырар отырмастан бұдан полиция қызметкерісің бе деп сұрады. Бұл жеке кәсіппен айналысатын айтты. Анау үнсіз қалыпта жүргізушіден сенше деп сұрады. Ол да басқа салада Қазгермұнайда жұмыс істейтінін, жақында вахтадан келгесін қолы бос болғандықтан бір танысының өтінішімен келе жатқанын айтты. Анау басын шайқап мырс ете қалды. Мұның сұраулы кейпін аңғарған болуы тиіс, анау сампылдай жөнелді. Мына Нұрланды айтамын-ау, бала күннен бірге өстік. Сол кезден осы мінезі. Әйтпесе қарамағында зырылдап тұрған машинада көп, ызғып жүрген сотрудниктер де көп. Мына ауылға әкіміме, участковыйыма біреуіне бір звонок тастаса бітті ғой. Бүйтіп сандалмай-ақ күрішті өздері әкеліп берер еді, және арзан алар едім. Көрмейсің бе? Істеп отырғандарын. Оның беделін пайдаланам ба десем, ол менің атымды атасаң, неменімен таныс екенді айтсаң, бос қайтуың мүмкін деп қарап отыр. Не дейсің енді бұған? Шынында да солай ма? Әрине, деді бұл, кім полицияны ұната қойсын. Қонақты күріш сатамын деушілердің бірі Айдарханның үйіне апарды. Себебі, оның үйі бұл күдіктеніп жүрген Ғабит Әбдіхановпен көрші еді. Сатып алушы мен сатушы біраз саудаласты, ақыры бір мәмілеге келді. Дастархан жайылды, қазанға ет салынғаны хабарланды. Мұқан шылым шегуді сылтаурата сыртқа шығып, үйдің көше бетіндегі скамейкаға тізе бүкті. Анадай жерде көп болса, бұдан 50-60 метрдей тұста бір топ бала төбелескен екеуді қоршалап тұр екен. Мұның айқайын елең қылған бірі жоқ. Шамасы бұл ауылды кемесін біліп тұрау. Ауылдың хабары деген осы. Өзіңнен бұрын жетеді. Бір кезде жеңіліп, таяқ жегені жылаған күйі топтан бөлініп шығып, бұған беттеді. Жылап та келеді, боқтап та келеді. Тапқаны шешеңнің, көрсетемін әлі саған. Әйеп, көкемнің гаражға тыққан мылтығын әкеліп атып тастайын болса. Әкеңнің аузын, ойбай, мұрнымды қанаттау, көрсетемін саған. 10-12-лердегі бала жылаған күйі мұның тұсынан өтіп көрші үйге кірді. Бұл Әбдіхановтың баласы болды ғой. Гаражға мылтық тыққан ба сонда? Бұл қайта оралса, дастархан басындағылардың барлығы қуырдаққа кірісіпті. Үстел үстіне ішіндегі запыранды сусыны мөлдірей, бір бөтелке арақ келіпті. Екі саудаласушы бір реттен тартып жіберген сыңайлы. Оу, жігітім, далаға шығып ең, жоқ болып кеттің ғой. Мына қуырдақ керемет екен. Ал мына орыстың дүниесіне қалай едің? Шопыр бала за рулем, оған болмайды. Сен қосыласың ба? Аға, рахмет, ем алып жүредім. Қазіргі жастар осы, ішпейді, намаз оқиды. Заман солай болып тұр. Ладно, онда қуырдақтан алып отыр. Тәтті екен. Айеке, бұл ненің етінен жасалған? Киіктің еті ғой. Алыңдар, жеңсік ас. Көршіміз охотник. Бір шыққанда бартауай уазды толтырып әкеледі. Бізге арзан береді, ал қалаға қымбатқа өткізеді екен. Сонда киікті қайдан аулайды екен? Бұл елеусіздеу түрде ғана сұрақ қойды. Қайдасын ес? Айдархан таңғала қарады. Айтақырдан да, мына Құмкөл жақтағы. 2 сағаттан соң бұлар қалаға қайтты. Шаруасы біткеніне қонақ та мәз, біраз нәрсені біле алғанына Мұқан да мәз. Апырай, деп қояды іштей тергеуші. Тура бастықтың айтқанындай болған ғырыш. Сәті түсті деген осы емес пе? Бұлар келгенде тал түседі.
Басқармадағылардың көбісі түскі асқа кетіпті. Бастық та сыртқа шығып келеді екен, бұлардың көлігіне отырды. Көлік бастықтың үй жанына келгенде ол жүргізушіге: «Інішек, 5-10 минут күте тұрарсың. Қазір мына ағаң қайта шығады, соны баратын жеріне жеткізіп сал», деді де бұларға: «Ал, үйге кірелік», деді. Ауладан кіре бере бастық қонағына: «Хама, шаруаң біткен сияқты ғой, көзің күлімдеп тұр», дегені сол еді. Анау да шап ете қалды. «Ту, бұдан еш нәрсе жасыра алмайсың ғой енді. Ішіңдегіні біліп қояды. Чекистпісің деген?» «Иә, Нұреке, шаруа бітті. Тамаша, мына жігітің де жарады». Тура керек жерге дөп түсті. Енді тәжірибесі бар кәсіпкер емес пе, Хама? Сен үйге кіре бер, обед дайын. Мен мына жігітпен 2 ауыз сөзім бар еді». Қонақ ырғала үйге кірісімен ол іш жайын сұрай бастады. Бұл білгенін, естігенін айтты. «Жақсы, онда сен қазір тездетіп жұмыстан осы іске қатысты барлық материалды ал да түскі асыңды іш. Ешкімнің сезбегені дұрыс, әсіресе анау. Сосын мына адреске келесің. Ол пәтер жөнінде жан баласы білуге тиіс емес, ДВД-ның жасырын пәтері. Жан жағыңды тексеріп барып кіресің. Тура сағат 2:30-да қоңырауды 2 рет ұзақ, 1 рет қысқа басасың. ДВД бастығы, оның тергеу жөніндегі орынбасары және мен болам. Іс туралы баяндайсың. Түсінікті ме?» «Дәл солай». Мұқан пәтерге кіре бере-ақ мұның арнайы жабдықталған үй екенін ұқты. Ішкі істер саласында 10 жылдан аса қызмет атқарса да, мұндай пәтер барын білмегеніне таң қала тұрып, ол кең бөлмеге сканер, компьютер және тағы басқа жабдықтар қойылғанын көрді. Бастығы асықтыра бастады. «Капитан, тездет, барлық құжаттарды экранға шығар. Құп болады». Мұқан баяндай бастады. Оның даусын анда-санда құжаттарды ауыстырған кездегі сканер дыбысы ғана бөлуде. «Күдік алуыма алғашқы себеп мүрденің жату қалпы. Бұл тұста бірден 2 кереғарлық бар. Біріншісі, адам өзін өзі атқан жағдайда оқиға болған жерде біраз қан жойылтары анық. Оқиға орнын қарау хаттамасында ондай төгілген не ұйыған қан жоқ, тек аз ғана қан жұққан пішен көрсетілген. Бұл оқиғаның басқа жерде болғанын, яғни оның басқа жерде өлгенін көрсетеді. Бұдан шығатын қорытынды: өлген адамды біреу не біреулер жиналған шөп жанына басқа жақтан әкеліп жатқызған. Бұл біздің оқиға. Өзіне өзі қол жұмсау емес, керісінше кісі өлтіру болған деп топшылауымызға негіз болады. Енді осыны дәлелдермен толықтыралық. Біріншіден, жоғарыда айтылған жағдай кісі өлімінің басқа жерде болған көрсетеді. Екіншіден, оқиға басқа жерде болса, өлген адамның жиналған шөпке келіп, өзі жата кетпесі белгілі, яғни біреулер әкеп тастады. Бұдан кісі өлтіру жағдайы болғанын көреміз. Келесі, күдік тудырған жайт: егер өзіне өзі қол жұмсаған адам арқасын жиналу тұрған шөпке тіреп отырса және кеудесіне тірей мылтықпен атып жіберсе, онда ол шалқасынан құламайды. Себебі ол мылтыққа қарай еңкейіп отырады. Өйткені мылтықтың ұзындығы 1,5 метрдай, ал шүріппе тұрған тұс өзіне мылтық кезеушіден кемі 80-90 сантиметр. Мұндай жағдайда еңкеймесе, оның шүріппеге қол жетпейді. Оның үстіне қос ұңғылы аңшы мылтық атқан кезде кері тебетін есепке алсақ, оқ тиген адам етпетінен не бір бүйірге қарай құлауы тиіс еді. Біздің жағдайда тіпті басқаша болып тұр. Бұл да кісі өлімінің өзін өзі өлтіру емес екенін анықтайды. Одан соңғы күдігі мылтықтағы саусақ таңбасы. Қос ұңғылы аңшы мылтығында Жетес Тұяқовтың сұқ саусақ таңбасы шүріппеде ғана барын сарапшылар көрсетеді. Міне қорытындысы. Бұл тұста да қисынға келмейтін нәрсе бар. Егер Жетес Тұяқов өзін өзі атпақ болса, қос ауыз мылтықты омырып, оқпанға оқ салу керек. Ондай жағдайда мылтық стволында да, дүмінде де оның саусақ таңбалары қалу керек еді. Сарапшылар көрсеткендей, оның саусақ таңбасы тек шүріппеде ғана. Бұл да қисынға келмейді. Өйткені өзін өзі ату жағдайында адам тек өз аяғын атса ғана сұқ саусақпен шүріппе басуы мүмкін. Басқа жағдайдың барлығында сұқ саусақ шүріппені баса алмайды, тек бас бармақпен аталады. Бұл да жоғарыдағы пікірді бекіте түседі. Содан соң Тұяқов өзіне өзі қол жұмсамақ болып, мылтық оқпанына оқ салды делік. Енді оны ату үшін мылтық құлағын қайыру керек қой. Міне, мылтықтың 2 құлағында да із, таңба жоқ. Тап-таза. Сонда неге тек шүріппеде сұқ саусақ таңбасы қалған? Біреу Тұяқовты атып өлтіргеннен кейін мылтықты сүртіп, оны марқұмның қолына ұстатқан және шүріппеге оның сұқ саусағының таңбасын әдейі қалдырған деп қорытынды жасаймын. Оқ дәл сол мылтықтан атылған ба?
Департамент бастығы түйіле сұрады. Иә, дәл солай. Бірақ мылтық тіркеуде жоқ екен. Одан соңғы шаруа қалай болып жатыр? Абай, Қарауылтөбе ауылдары адамдар арасында жүргізілген астыртын іздестіру жұмыстары мынадай жайттарды анықтауға мүмкіндік берді. Біріншіден, Жетес Тұяқов отбасы сол ауылдағы өнегелі отбасылардың бірі. Марқұм да салмақты, қақ-соқпен жұмысы жоқ, шаруасына мағым жігіт болған, алайда әйелінің жеңіл жүрісі бар көрінеді. Мәселе осыдан басталған сияқты. Оқиғадан 2 ай бұрын марқұм болған жігіт сол ауылдың Ғабит Әбдіханов деген жігітін өз үйінде әйелімен сүйісіп тұрған жерінен ұстап алады да өлтіре сабап жібереді. Әйелді де үйінен қуып жібереді. Әлгі Әбдіханов ауыл ақсақалдарын араға салып Тұяқовтардан кешірім сұрап құтылады. Бірақ ішіне кек сақтаған болуы керек. Оқиға болардың алдында сол ауылдың Ерлан Қабылан деген жігіттер бар. Әлгі Әбдіханов Жетес Тұяқовты аңшылыққа алып шығыпты. Бортты УАЗ Әбдіхановтікі, Land Cruiser Prado 80 Ерландікі. Төртеуі прожектормен мылтықпен кетеді. Ана үшеуінің жауабы міне. Бұлай шыға бере Жетес аңға барудан бас тартты, қоян атам деп поля тұсынан түсіп қалады. Біз де ауылға қайтып кеттік. Үшеуі де осылай түсінік беріп отыр. Бірақ олар сол күні киік атуға барған болу керек. Көршілердің айтуына қарағанда, Құмкөл жақтағы Айтақыр атты жерге баратын сияқты. Жаңбыр суық қақ болып, 1-2 ай тұрып қалатындықтан киіктер сол маңда көп айналсоқтайтын көрінеді. Енді сол төңіректі қарау керек болып отыр. Айғақтар табылама деген ой бар ғой. Әйтпесе қолымызда бұлтартпас дәлел жоқ. Да, жақсы капитан, сен бара бер. Біз ақылдасып шешерміз. Айтақыр жаққа бару керек болса барасың, бірақ жұрттың сенің ол жаққа кеткеніңді білмеуі тиіс. Сенімді 2 машина, криминалист, видеооператор да қажет. Бұйрық күтіңіз. Кез келген уақытта жолға шығуға дайын болыңыз. Құп болады. Сар бойының арқамен шектесетін тұсында 2 машинаның дала кезіп жүргеніне 2 күн болды. Маң дала, көз алдар сағым, бірінен екінші саумайтын ұқсас табиғат көрінісі. Алыстан кішкентай бұтаның өзі буалдырланып, сағыммен көтеріле, шөп деген жүк машинасы келе жатқандай көрінеді. Иә, 2 машинаға бөліне мінген жігіттер Мұқан бастаған топ болатын. ДВД бастығы бұларды әдейі Оңтүстік Қазақстан облысына іс-сапарға жіберген болып бұйрық шығарды. Азық-түлігін, жанармайы мен суын аптаға жетерлік етіп алған бұлар сол күні таң алдында шығып кеткен. Сапар бағытын жұртқа білдірмес үшін із тастап Жаңақорғанға барып, одан қара жолмен кері оралуға тура келді. Бұлар көлікке мінер алдында Қапаев кезіге кетті. «Ну, капитан, саған повезло, рахат қыдырыстан қыдырыс». Мұның қабағы түйілгенін көрісімен кілт өзгерді. Жұртқа байқатпаған болып көзін қысты. Онсыз да қушық иығы арасына басы кіре, күржиіп, шиқ-шиқ күлді. «Шутка ғой, шутка, білемін ғой, ситуация требует. Давай, жол болсын». Міне содан бері жол үстінде төңірекке жіті көз тігеді. Бірақ санасында жауабы жоқ, сансыз сауал. Құқық қорғау саласы қызметкерлері арасында қылмысқа баратындардың болуы неліктен? Неге барлығы әділдік, шындық үшін күреспейді? Неге жала жауып біреуді күйдіріп жатады? Адамдар неге бір-біріне өш, неге ұрыс, керіс төбелес болады? Неге бірін-бірі өлтіруге дейін барады? Әлде жүйкелері дұрыс емес пе? Бүгін олар Айтақырдың шығыс бетін қарауда. Созылған сары дала, күз кейпі барлық жерде бірдей. Көліктер Айтақырдағы қақтың екінші бетінен шықты. Жан-жақты дүрбімен сүзе қарап келе жатқан Мұқанның көзіне кенет алыстан дүзгін бұтасы арасында бірдеме көрінгендей болды да, машина бағытын сонда бұрды. Сақтық ойлап көліктерді тым жақындатпаған ол, барлық қызметкерлерді әрі қарай жаяу бастады. Оператор видео түсіруде. Тақырлау тұстарға машиналар ізі түскен екен, сірә, жаңбыр суы дегдіп кетпей тұрғанда, жүрсе керек ап-анық көрінеді. Криминалист іске кірісті. Бір тізелей отырып іс таңбаларын алуда. Жасы Мұқаннан үлкен, майор шеніндегі жігіт ағасы: «Бала, босқа арамтер болып жатпайық. Машина деген өріп жүр емес пе бұл далада? Бұл іс саған керек емес боп шықса қайтесің?» деп қояды арасында. «Бәрібір алғанымыз дұрыс, ой пікірді жоққа шығару үшін де дәлел керек» дейді бұл. Көлік іздері таңбасы алынған соң ғана ол өзі межелеп келе жатқан дүзгінге қарай беттеді. Оған 1-2 метр жер қалған еді, тергеуші кілт тоқтады.
сазды жерге тереңдеу түскен киік тұяғының ізі қарауытады. Ау, неге тоқтадың? Бөке, мынаны қараш. Ана бір киіктің ізі мына із сияқты қара емес, ақшыл. Неге? Мүмкін мына ойыла түскен ізге қан құйылып, қарайып кетті ме екен? Тексеріп көріңізші. Мұны да суретке түсірейік. Сосын төңірегімен қоса ойып алып, коробкаға салайық, сарапшылар ашар не екенін. Маған қазір керек болып тұрғаны бұл жерге қанның тамған не тамбағаны. Криминалист әлгі киік ізіне құйыла жиналғанның қан екенін анықтады. Алайда өз ойында айтты. Мұқан, қан екеніне дау жоқ. Бірақ адамдікі ме, киіктікі ме, оны сараптама ашады. Мен оны айта алмаймын. Рахмет, Бөке. Одан әрі дүзгінге жеткенде тергеуші жүрегі қаттырақ соқты. Бұл жүрелей отырып, сәл демалды да қарай бастады. Иә, жүрек бекерге мазаламапты. Дүзгін бұтақшыларына шашыраған қара дақтар көрінеді. Арасында әдетте жұмыс кезінде киетін жеңіл қолғап жатыр екен. Түсі сәл оңған, алайда ақ қолғаптың қара қошқыл түрге енгені қанға малынғаннан деп ой түйді тергеуші. Мана дүрбімен қарап келе жатқанда, алыстан көзге ілінген осы қолғап екен. Жігіттер іске кірісті. Шашыраған дақтарда қан болып шықты. Ал қолғаптағының қан екені балаға да белгілі шығар, тіпті бірнеше саусағы бір-біріне жабысып қалыпты. Бұлар барлығын фото-видеоға түсіріп құжаттады. Дүзгін маңы картаға түсірілді. Неше күнгі шаршағандары ұмытылған, жүргізушілерге дейін қутыңдап, әзіл айта бастаған. Бүкіл аймақтың видео көрінісін, видеоның түсірілген уақытын, күнін, айын, сағатын, мезгілін хаттамаға түсіру жұмысының бірнеше бағыттан жүргізілгенін, күннің қай тұста тұрғанын, дүзгін бұтасының орналасуын, сынған бұтақшалардағы таңба, оның арасындағы қолғап және тағы басқа сол сияқты әншейінде ұсақ түйек болып саналар жайттардың барлығы да құжатпен рәсімделді. Мұқан бойын тіктеді. Өз топшалауының дұрыс болып шыққанына өңінде масаттану да бар. Ал жігіттер, қазір жер тоңдаған, біздің ізіміз түсе қоймас. Сонда да енді шиырламай арырақ барып түскі тамағымызды ішіп алайық. Сосын Қызылордаға бет алармыз. Істің құпия екенін естен шығарушы болмаңдар. Бұл жүргізушілерге де қатысты бұйрық. Ертең Шымкент жақтан созақ беттен келдік дейсіңдер сұрағандарға. Түсінікті ғой. Бұл туралы басқарма бастығы ескерткен болар. Сонда да еске салып отырмын. Біздің ісіміз құпия. Байқамай, ауыздан шығып кетіп ертең заң алдында жауап беріп жүрмеңдер. Тағы да бұрынғы құпия пәтерде іс тыңдалуда. Баяндаушы тағы да Мұқан. Аллау, кейде осындай дәлме-дәл қайталаулар болатын қайтерсің. Адам баласы кейде бір жайтты не бір оқиғаны бұрын да көрген сияқты болып тұратыны бар ғой. Ал мұның өзгешелігі нақтылығы. Тек мезгілі мен уақыты басқа демесең, тыңдаушылар да сол бұрынғы адамдар. Алайда әңгіменің тақырыбы бұрынғы болғанмен мазмұны басқа. Тергеуші әуелі Айтақыр іс-сапары туралы айтып, 3-ші күні айғақтарға жолыққанын баян етті. Барлық видео фотоқұжаттар көрсетілді. Айтақырдың шығыс бетінен алынған айғақтар сараптамадан толық өтті. Қорытындысы міне. Сол тұста алынған автокөлік дөңгелектерінің іздері УАЗ автокөлігі мен Land Cruiser Prado жол талғамайтын көлігінікі болып шықты. Оларда Әбдіхановтың УАЗ автокөлігінің және Ерлан Ілесовтің көліктері протекторларымен салыстыру нәтижесі мынау. Айтақырдағы автокөлік дөңгелектерінің іздері солардың машиналарынікі болып шықты. Бұл туралы әзірге автокөлік иелері білмейді. Біз оларға сездірмей дөңгелек іздерін көшіріп алғанбыз. Сонан соң Айтақырдағы саздау жерге ойыла түскен киік тұяғының ізіне жиналған қан Жетес Тияқовтікі болып шықты. Сараптама қорытындысы міне. Сол сияқты дүзгін бұтасы арасынан алынған мата қолғаптың Тияқовтікі және ондағы қанда сол марқұмдық екенін сарапшылар растап отыр. Осыларды қорыта келе, кісі өлімі облыстың арқамен шектесетін тұсындағы Айтақырда болған деп тұжырым жасаймын. Тияқовқа қатысты іс өзін-өзін өлтіру бабымен емес, енді адам өлтіру бабымен дәрежеленуі керек деп ойлаймын. Не істейміз? Прокуратурадан санкция аламыз ба қамауға? Сенің қандай ойың бар, капитан? Қазір бұл туралы біздің өздерін анықтағанымызды қылмыскерлер білмейді. Осыны пайдаланған дұрыс сияқты. Абай ауылымен астыртын хабарлассақ, Ерлан Ілесов күріш саудасымен Алматыға кетіпті. Бір апта сонда болатын сияқты, біз сол азаматты Алматыда тергеуге алсақ, айғақтарды сараптама қорытындысын көрсетсек,
Аздап өтірік қосып, істі Ғабиттің соған аударып отырғанын біреулер арқылы жеткізсек, ол амалсыз шындықты айтуы мүмкін. Ол мойындаса, қалғандары қайда барады? Тағы да Айтақырға барып қайтарымыз қар жаумай тұрып. Дұрыс, ертең жолға шық. Өзіңе қажетті құжаттардың толық көшірмесін ал. Тездету керек. Ертеңіне тергеуші ұшақ иллюминаторынан Алатау басындағы ақ қарды тамашалай, сұлу қала әуежайына табан тигізген еді. Мұқан ДВД бастығының нұсқауына сай қалалық ішкі істер басқармасы бастығына барып, өзінің келуі туралы мақсаты, қажет болар көмектер туралы баяндады. Лезде тапсырмалар беріліп, жұмыс басталып кетті. Құланның қасуына мылтықтың басуы дегендей, Ерлан ашық кафеде даяшымен сөзге келіп қалатты, арты айқайға ұласып кафе әкімшілігі полиция шақыртыпты. Бұл хабар құлағына тиісімен Мұқан Жетісу аудандық ішкі істер басқармасына жетті. Оған толтырылған хаттамамен танысты. Енді онымен әңгімені неден бастауды ойлануда. Тергеуші аздан соң Ерланның аңғалақтау мінезін пайдалана, іске тікелей кіріскенді жөн санады. Ерлан кабинетке сөйлей кірді. Үстел басында кабинетте кім отыр, оған мәнде берместен бұрқырай келді. Бұларың қалай? Бір орыс қатынның сөзіне сеніп адамды осыншама қорлауға бола ма? Қазақтығымыз қайда? Өз жерімізде, өз отанымызда бейшара болып жүреміз бе өйстіп? Заң қайда? Әділдік қайда? Бар болғаны әлгі орыс қатынға тамағының суып қалғанын айтып едім, аузы көпіріп ойбайлап шыға келді. Енді міне, мені айыпты қылып отырсыңдар. Сонда орыс атаулыға жақ ашпай, бұға беруіміз керек пе? Мен шындықты айттым. Менің ешқандай кінәм жоқ. Бұл тоқтатпаса, оның әлі біразға шабар түрі бар сияқты. Мұқан оған қадала қарап отырып, менің аты жөнім Мұқан Расылтегі, тергеушімін. Жаңа заң қайда, әділдік қайда дедіңіз бе? Деп сұрады. Иә, заң қайда, әділдік қайда? Заң осында, ал әділдік Айтақырда. Не дейді? Айтақыр нес? Ол селк ете қалды. Тергеуші нысанаға жақын екенін сезді. Иә, Айтақырда. Кімді атқаныңды айтарсың? Сосын барып заң мен әділдікті іздерміз. Қой, ойыныңды қой жігіт. Мен кімді атыппын? Ешкімді де. Мені басқаға қосақтама. Басқан кім? Ғабит пе? Ол бәріне кінәлі сен деп отыр ғой. Бұдан әрі тергеуші оның ойлануына мүмкіндік бермей, бір бума қағазды ұсынды. Мә, таныс мыналармен. Анау Айтақырдан алынған сурет, машина дөңгелегінің ізі, ал мынау сенің машинаңның ізі. Екеуі егіздің сыңарындай. Екеуінің бір машинаныкі екенін дәлелдеген сарапшының қорытындысы міне. Ол құжаттармен таныса бастады. Сәлден соң еріндері дірілдеп, қолы қалтырай бастады. Барлығын қарап болды. Барсақ барған шығармыз, онда тұрған не бар? Менікінен басқа машина құрып қалып па? Бардыңыз ба? Ол жаққа барған жоқсыз ба? Нақты айтыңыз. Хаттамаға солай түсіреміз. Бардым. Сонда немене, бұл тергеу ме? Әрине тергеу. Барсаңыз солай деп жазамыз. Ескертемін, жауап алу үнтаспаға, видеоға жазылуда. Өтірік айтсаңыз өзіңізге зиян. Жақсы. Мұның басы ашық. Барғаныңызды өзіңіз айтып отырсыз, ал ол жаққа неге бардыңыз? Енді адам болғасын тіршілікте. Үйге отын керек, малға шөп керек дегендей, сіз кімді мазақ қылып отырсыз? Сіздің машинаңыз жүк машинасы емес қой, отын шөпке баратын. Жөн сөйлеңіз. Ол қателескенін білді. Біраз кідірді. Сосын барып қайта сөйледі. Дұрыс, түсінбей қалдың-ау деймін. Бұл машинамен оларды тасымайым. Тек шай қай жерден алуға болатын көріп келемін ғой. Ал, солай делік. Сонда машина ізінің қасынан табылған мына қан дағына не айтасыз? Мұқан киіктің ойыла түскен ізіндегі қан туралы сараптаманы оның қолына ұстатты. Сол кездегі Ерланның тізесі дірілдеп отырғанын байқады. Қыса түс, межеге жақын қалдың Мұқа, дейді ішкі бүрін. Көрдіңіз бе? Сіздің машинаңыздың ізіне жақын жерден осы алынды. Міне суреттері. Енді мына сараптама қорытындысын қараңыз. Ана жердегі қан Жетес Тұяқовтық екен. Міне оқыңыз. Сіздер үшеуіңізде, Ғабитта сізде, Қабланда Жетесті полияда түсіріп кетті деп сіздер жауаптарыңызда. Сонда ол полияға қалай келді? Оны Айтақырда атып тастасаң? Кімнің машинасымен әкелдіңдер? Әрине сенің машинаңмен. Тазалап жуған шығарсың, бірақ түп-түгел тазалай алмасың белгілі. Бір жерінен Тұяқовтың қаны табылса біттің. Бәленбай жылды арқалап кеткенің сонда, соның үстіне киік атқандарыңды да қосамыз.
Тергеуші Ерланның жанды жерінен ұстағанын білді. Өйткені оның еңсесі түсіп кетті. Мұны айтқанда, Мұқан ішкі интуицияға және қисынға сүйене сөйлеген. Себебі ол іштей өлікті бартауай уазға отырғызу қиын әрі машина кабинасы тар, сондықтан кең, уаздан бір шама аласа жеңіл машинаға кеп салу жеңілдеу ғой. Қылмыскерлер де солай істеу керек. Екіншіден, ауылдан шыққанда жетестің Ғабиттің машинасына мінбесі анық. Яғни оны сол өзі мінген машинаға салады деген ішкі болжамды тірек еткенді. Ойы дұрыс шықты. Ерлан үнсіз. Бұл оның қай ойдың делбесін ұстарын білмей отырғанын сезді. Енді тосын сұрақтарды бастырмалату керек. Жетесті атқан мылтық сенікі ме? Ол тағы селк ете қалды. Жоқ, менікі емес. Осыны айтқан ол бетін басып еңкейе түсті. Шамасы қақпанға түсіп қалғанын түсінген болу керек. Сен атушысың ба әлде? Мен жақсы ата алмаймын. Менікі тек прожектор ұстау. Жетес сенің машинаңмен барды ма? Иә. Оның мылтығы қандай еді? Жымық қой. Жымығы нес? Құлақсыз бес курковый қос ауызды біз жымық дейміз. Абай Қарауыл төбе ауылдарының азаматтары түгелге жуық мылтық ұстайтын және сол мылтықтардың 80-90% тіркеуге қойылмайтын. Оның себебі көбісі заңсыз аңшылықпен айналысып, киік қабан ататын. Күрішті жинап алғаннан кейін егістік алқапта өріп кететін қырғауылдатып, бөшке-бөшке қылып тұздап алатын еді. Полиция не аңшылық инспекторлары кездесетіндей болса, әлгі мылтықтарды көзден таса жерге лақтырып кететін. Мылтық жоқ адамға дәлелдеп көр, сосын аңатып жүргенін. Соңынан әлгі өздері межелеп лақтырып кеткен жерден қайта тауып алып, кәсіптерін жалғастыра беретіндер үшін тіркелмеген мылтық өте тиімді болатын. Сол күні Ғабит жетесті ертіп шыққанда санасында бірнеше пиғыл бой созған. Бірақ атып тастау ойында да жоқ болатын. Жетестің жақсы ататын мерген екенін бүкіл ауыл білет. Бұл соны пайдаланып, біраз киік атқызғысы келді. Ал сол ойдың астарындағы арам пиғылын тек өзімен жаратушым ғана білетін. Полиция не Охотсоюз тап болса, Қабыланның да, мұның да мылтығы тіркеуде жоқ, лақтыра салады. Ал жетестікі тіркеуде. Ұсталса, сол ұсталсын. 15 бөтелке арзан арақ, 1 бөтелке спирт бар. Осыны аналарға беріп, әдейі керіс шығарып, жетесті өлтіре сабатса, айталада кім араша түссін? Әй, бір іштің жанғаны басылар еді. Бұлар ауылдан таңсыз бере шыққанмен, киік жатқан жерді іздеп жүріп қалды да, Айтақырға көз байлана жетті. Апыл-ғұпыл тамақтарын ішіп, оқ дәрілерін қамдады. Прожекторлары мен қосалқы аккумуляторды тексеріп алды. Пышақтар тағы бір рет қайралды. Жетестің қолындағы мылтықты көрген Ғабиттің ішінде кек жыланы басын қайта ысылдай бастады. Итіңнің аузының салымын, қатынның да сұлуын, мылтықтың да жақсысын еленіп. 2 сағаттан соң Айтақырдағы қаққа келіп тірелер қырдың екі бетінде түн қараңғысын 2 прожектор тілгілей бастады. Әлсін-әлсін гүрсілдеген мылтық дауысы естіледі. Аздан соң атқан киіктерін бортты уазға тиі бастаған кезде Ғабиттің кек жыланы көрінбей қалған. Машина толуға жақындаған тұста тағы да айыр тілін көрсете бастады. Итіңнің атқышын, Құдайда, еш жоқ қой. Барлығын осындайларға береді. Енді бұл жерден тез кету керек те, бір жерге барып дем алып, мынаны сабатып алуым керек. Жігіттер, енді тез кетейік бұл жерден. Ана бір тұста құлағандары болған, сол жаққа барайық. Осы да жетеді, кеттік. Қалғың келсе қала бер. Ғабит, олай деме. Жетес айтқан тұсты көре кеткен дұрыс. Машиналар қайта қозғалды. Олар тағы іздеуге кірісті. Әп-сәтте тағы 2-3 киік көлікке тиеліп үлгерді. Ғабит пен Ерлан машина тізгінінде, фар жарығымен жаяу жүгіре іздеп жүргендер Жетес пен Қабылан. Міне, машина жарығына Жетес түсті. Анадай бір жерде дүзгіннің қасында үлкен текені көре алмай тұр екен. Бұған қолын көтерді, көмек сұрағаны ғой. Осы кезде алыстан бір сәуле жарқ ете қалды. Ғабиттің санасына келген ой Охотсоюз шығар болды. Машинадан қолына оқтаулы мылтығын ала түсті де Жетеске айқайлады. Таста, Охотсоюз жүр, кеттік. Мына текесеміз екен, салып алайық та. Таста дейм саған. Ей, неге айқайлайсың? Ой, шешеңнің, сен ақ құртып болдың ғой. Енді ұсталу қалып еді. Көзіне қан толған Ғабит шүріппені басып қалды. Мылтық көрсетті де Жетес кеуде тұсын баса бүгіле құлады. Төңірек тып-тыныш болып тына қалды. Ерландар да машина фарын өшіре,
кішкентай шамдар жарығымен бұларға жетті. Біраз айқайласудан соң барлығы бір мәмілеге келіп, Ғабиттің айтуымен іске кірісті. Ерланның да, Қабланның да құлағынан Ғабиттің енді кетсек, бірге кетеміз, групповой боп, оның үстіне киік атқанымыз бар, 10 жылдан кем бермес, сондықтан үндеріңді өшіріңдер, менің айтқанымды істеңдер, бәрін шешеміз деген үні кетер емес. Бұлар барлығын соның айтқанындай қып істеді. Бірақ кейін істің тәжірибелі тергеуші қолына түсерін білмеген еді ол кезде. Ерланды Қызылордаға жеткізу құпия жүргізілетін болды. Ұшақтан түсісімен Мұқан бастыққа жолығып, іс сапар нәтижесін баяндады. Ой, жарайсың, міне азамат, бір істің түйіні шешілді-ау. Енді прокурорға хабарласып, санкциялайық. Полковник мырза, марқұмға оқ атылған мылтық оныкі емес екен. Сонда кімдікі? Ол мылтық Әбдіхановтікі болса керек. Тұяқовтың мылтығы жымық екен. Жымығы нес? Бескурковы. 16-ны жұрт солай деп атайды екен. Так, сосын. Өткен жолы Әбдіхановтың баласы жылап келе жатып, өзін сабаған балаға көкемнің гаражға тыққан мылтығын әкеліп, атып тастайын ба деген айтқан едім ғой. Сол кезде бала неге көкемнің мылтығын әкеліп деп айтпады деп ойлаған болатынмын. Сөйтсем бала бөтен мылтық болғасын, көкемнің гаражға тыққан мылтығын деп айтып тұр екен. Бұдан Тұяқовтың жымық мылтығы Әбдіхановтың гаражында тығулы тұр деп топшылауға болады. Кезінде біздің жігіттердің асығыс дегені ғой. Тіркеуді көтерсе Тұяқовтың мылтығы басқа екені шыға қоятын еді. Қап, енді ол өтті. Не айтпа. Әлгі біздің замның да ықпалы болған шығар. Сен Алматыда жүргенде мен зерттеп, Әбдіхановтың құдасы біздің зам екенін анықтатып қойдым. Так. Оған дейін оның үйін астыртын бақылауға алу керек сияқты. Бізге жымық керек қой. Ана қанішердің соны жойып жіберуіне жол бермеуіміз керек. Дұрыс. Сенімді оперларға қазір тапсырма берейін. Прокурорға звондап қоямын. Сен де тездет ордермен санкцияны. Шұғыл және құпия іс істеуіміз керек. Сол күні сағат 10-да Әбдіхановтың үйін, гаражын тінту талай нәрсенің бетін ашты. 3 қап киіктің жас мүйізі тәркіленді. Сыйымдылығы 300 литрдей болатын ағаш бөшкелердің бірі толған тұздалған киік еті, бірі толған қабан еті болып шықты. Гараждан мылтық табылды. Бұл сол жымық еді. Жетестің жымық еді. Жымықты көрген Әбдіхановтың сөдіні кетіп қалды. Тұтылғанын білді. Барлық ережеге сай алынып, қылмыскерге көрсетілген мылтыққа қарап тергеуші жымық деп ішінен бірнеше рет қайталады. Осымен әңгіме аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.